учурда биригишип жазуучулар союзу ичиндеги баягы жыйына болобу же шайлоо болобу кайсы учурда биз жазуучулардын атынан ошол жерде өзүбүздүн оюбузду түздүгүн пикирибизди туура экендиги дайыма ошол биздин калемдештигибизден да жакыныраак жагы ошол ой пикирлерибиздин туура келишинде дагы өтө маанилүү болуп эсептелет. Өмүрбай эжебиздин чыгармачылык жолунун поэзиясынын өзгөчөлүгү бул кыргыз өзүбүздүн салтыбыздан тышкары ушул кыргыздын өзүнүн баягы өзгөчөлүгү менен жазылган кыргыздын дүйнө таанымы менен жана башка дагы биз билбеген бир сырлуу дүйнөлөрдүн дагы алкагында баарлашкан учурлар бар да. Бизде илим дагы кандай аныкпайт, бирок мындай чыгармачылык биздин ата бабаларыбыздан бери болуп келе жаткан бир өзүнчө стиль деп аталбайт, бирок өзүнчө бир адамдардын өзүнчө бир ушул касиеттенген адамдардын өзгөчөлүгү деп эсептелет да. Бул ошол менен катар поэзия менен да жолугушуп, чыгармачылык менен да жолугушуп, бул өзүнүн чыгармачылыктары жолунда экөө айкалыштыр, биригиштер алып жүрүп атат да. Өмүрбай эжебиз дагы көптөгөн эл аралык чыгармачылык уюмдарга да мүчө болуп, азыркы дагы ошо эл аралык чыгармачылык тышкары акындар, жазуучулар жана андан башка дагы искусство багытында жүргөн көп инсандар менен аралашып, дүйнө жүзүндө көптөгөн эл аралык иш-чараларга катышып келет. Аны дагы биз ушул социалдык барактарда көрүп калабыз. Андан тышкары өзүнүн ушул биздин улуттун татыктуу кызы экенин, ушул улуттун кайсы бир маанилүү жактары болсо өзүнүн чыгармачылыгына салып, андан башка дагы өзүнүн ата бабасынын руханиятына таазим кылуу, ушул багытында дагы баягы аязат болсо дагы бир эркинчилик мүнөздө өзүнүн ошол эркинчилик мүнөзүн алып жүрүп атат да. Эркек мүнөзү катары дагы калтырган жактары бар. Ошол багытта бизде баягы бул жолдун биз доктрина алып чыгабыз. Дүйнө ийгилик улуттук деген жолунда жазылган ошол доктрина президенттик указынан чыккан. Ошол доктринага дагы туура ылайык келе турган өзүнүн жөндөрү бар. Анан Өмүрбай эжебиздин чыгармачылыгындагы өзгөчө булактардын бири ушул 15-20 жыл болуп калса керек, ушул Каникей энебиз жөнүндө жазганы, ошо Манас атабызга кайрылган жери бар, Манас эпосунда. Ошондо дагы өзгөчө сүртүмдөр бар. Бул мындайча айтканда эпостук жанрына дагы көрөсүң, бирок ал эпостук жактан эмес, бул акындык өзүнүн дүйнө таанымы менен, ошол акындык өзүнүн деңгээли менен жазган ошол китептерде дагы үзүндүлөр чыгып жүрөт, бирок өзүнчө жазган багыттары ошол варианттар да бар да. Аны ошол окумандар бир сыйра алып, Манас атабызга кайрылган ошол Манас атабыз эпосундагы өзүнүн сүртүмдөрүн бир аз окуп көрүшсө, алар да өзгөчө баа берет деген ойдомун. Анан бүгүнкү ушул кечебизде отурганыбыз калемдештер жана ушул Өмүрбай эжебиздин чыгармачылыгын сыйлаган инсандар турат, жакындар турат. Бул кече бизде мындай кечелер тез болуп турат. Биз бир бала кезде, жаш кезде ушу жазуучулар союзу мамлекет тараптан каралбай калган кезде, жаштар чогулганда 3-төн 4-төн 5-тен жаштар чогулуп, акындардын өзүнүн группасын түзүп атып, азыр ушул жаштарыбыз Кыргызстандагы чоң эл акындарына жетип калышты да. Эмне үчүн дегенде сөз баалай билген, сөздү бактаган адамдар дайыма кандай бир иш-чаралар болуп, асты көпкүл ошолордун катышып отурушу эң негизги маанилүү да.
чоң узгар болғандар башка жерлерде деле чоң иш-чаралар өткөрөбүз. Анын санында негизинен ушул бизнестин чыгармачылыгы боюнча сүйлөйбүз керек. Жана ошол иш-чарага кандай кыйынчылык иштер болсо дагы ошону таштап ушул биздин ага эжелерге жана замандаштарыбызга тереңирээк ачып билет. Анда эмесе ушул кечени ачуу үчүн ушул бүгүнкү күндүн ээси Бегалия эжебизге сөз бермекчибиз. Менің көрмаларым көріністерді бұл жерде алында қандай хабар болып деп жаратқан Құдайдың жандосы қандай болуын белгі далалап жасағандардың барысына бақыттылық өмірінің ұзындығын бақуат жашауының бүткіл дүниелік жаңалықтардың алардың аң сезіміне еріп кірішіне тілектешімін. Тегерегіміздің барлығы бақыттылық жашау тағдырын, адамзаттың тағдырында ұлы жолды алуға ұмтылғандар болған болса, анда жердің беті гүлденіп. Көңілдері биікке шарпылып, әрбір адам өзінің баралчы бағытын тақтай алмақ. Тағдырдың тамашалы жолдары, ұлылықтың бағыты, сабарлардың биіктігі әрқашанда адам баласын бақыттылыққа алып барады. Барлығымыз бақыттылы болуға ұмтыламыз, бирок бақыттың қанышты тараптан келіп, қайсы қапталдан сілердің жан дүниелердің орналарын аңдай білесіңер бе? Білімділік болсын, дүние болсын, оғаташ болсын, абырық жан дүниенің бақыттылығы қандай болуын сезгендер арамызда көп болушын қалар еді. Келешектің бағыты кемітпеген адам тағдырының жоғыштуу маңызы, ақыл парасатының жоғырылашы қантип қайсы жерден толықталады. Тегелендерді қарап көрдіңер бе? Аламдық ақыл ес қантип адамдың тағдырынан орын алады. Байқап көрдіңер бе? Бақыттылық деген қандай мінезді болушы керек? Біріккен тағдырлар, білімдіктүү мақсаттар адамдарды алдыға жетелей тұрғандығын аңдаған қандай соның керемет. Келешектің бағыты, ұлы жолдың башаты мына ушул жерден башталады. Келдік пе, чоғылдық бол, Құдайдың үнін ұғуға әрекет жасадық пы, демек барлығынардың бойыңарға азыр жаратқан Құдайдың күчтүү маңыздығы, күч қуаты келтіреді. Көріктүү адамдар андан ары көріктіреді, бақыттылы адамдар андан ары да бақыттылықты алуға жетішеді. Жоғырдан берген ақыл ес әрбіріңердің әрбір клеткаға келе білсе, демек сілер бұл жерден чоң пайда таптыңар. Чоң жолға шықтыңар. Жұмақты тағдырды күтүүгө құдірет таптыңар. Келечек жолдарда бақыттылық өнішін башталады. Алам, жер, Құдайдың дүйнесі, көңілдің башаты, көлі тағдырдың бұл жолдарда кей учурдар беріп тұрған жазасы қана қантип баарына сәресіп салу мүмкіншілігін арттырады. Жолыңар биік болсын, тағдырыңар тамашалы ұлылықтан орын алсын, орталарда бақыт
tatlılık olsun, gömülüngör ar kaçanda çalkıp dursun, mına menekindey. Көңілдің çalkışı bu Құдайдың gücünün senin can düğününe geliptirişi. Көңілдің çalkışı al sen Құдай менен бірге болуың. Көңілдің çalkışı ar kaçanda sen бардық заттарды сүйе білу жана Құдайдың биік тағдырында орын алуың. Берекeli жолдары күнішіндік башталады. Аны білгендер бар, білбегендер андан да көп. Күнімдік жашоо тірчілік, күнімдік бүгінгі оқиялар бұл мақсаттардың арасында өте майда чапақ. Шардық қылған Құдайдың жауымды сапары мына жүндік башталды. Келіп чыда өзгөрді жерге жаппастан жомоқтой тағдырдың жомоқтой биіктіктің арасында орын алуға андан ары түрткі тапқандар демек ушул бактылуу жолдун башатында өзгөрдү кетмендерди чакканына баарына ырыс кешик артылсын. Бүгүнкү кеченин коноктору урматтуу бул жерде жалпы ошол кыргыз элинин адактуу атуундары бүгүн эмнегедир аз санда болгонубузга карабастан бул жердин атмосферасы өтө жагымдуу жана өтө бийик деңгээлде экендигин сезип турам. Араңыздарда сөз сүйлөйм дегендерге мындан ары сөзүбүздү узата берсек деп. Мен сизден баштасам, кандай дейсиз? Өзүмдүн учурумда, өзүмдүн баягы Тишинарда Ташчайга деген доорунда чыңгызбек Кулуч Айпатов менен өтө жакын жүргөн элибизде ошо ысык көл форумунун 40 жылдар болот. Ошол ысык көл форумунун башкарышынан баштап кача ушу чыңгызбек Кулучтун ишеничтүү адамы, окуучусу катары, иниси катары жагында жүргөн ушул Дөөлөт Бекшабек аксакалды ушул бүгүнкү эгелеге жеңиштүү ушундай чыгармачылык кечесинде келип отурганына мен ыраазычылык билдирем. Рахмат, урматтуу катышуучулар, колубузда Жусуп Миңбашев китебинде кайта чыгарылып атат. Бүгүнкү бир жактын өзүнүн карындашы Искир районунун Карабур районунун Кайытмат районунун жаш кездин Алматылоо жагында ушул талантты анасының досу Чыңгыз Тороповичтің өздерін атақты атауларының досы болды. Ошол кегеде өмөрү менен балык кептеп чыгарды, андан кийин карайгын калкын кептеп чыгарды, аян кептеп чыгарды. Мына Жусуп Миңбашев өзү абдан кезек менен ушунчалык толкундалып ыларды кадимгидей бир асман менен жердин ортосундагы бир кубулуштардай кубулуштуруп чыгармалардын баардыгын жазып коюп берет. Ушундай Кудайдын кыргыздын нукура үрпадаты баскан жолу канына сиңген да. Ошон үчүн өмүрүмө кегенде ушундай бир өзүнүн мезгили менен жазып аткан чыгармалардын баардыгын мындай окуп аткандай эле айтып, элибиз журтубуз ушундай тынчтыкта болсо экен, элибиз бирге болсо экен, бир жакшы турмушта болсо экен деген адамгерчиликти мындай алдыга койгон ошондой болсо да чоң
bari gelişini canım, oşo özünü kasiyeti bilen koşo, ellerinde en sorun için doğrulardan hareket ediyor. Oşonday da bunday qoğum işleri vardır, arttan natijalı kaçsa vardır. Bu anda Yetkilerinde de koyulan yerimiz sinakar, hurmattakar, balansın, kalan kızların biri içinde bir kalayız. Bugün narikacı, rozecede girmek, ayda şükür değil o. Onda can, mevzuluklarına paylaştığı bir Allah'ın sanarım. Ayıtmadan da tuğrarlı icelerini, ayıtlarını, Allah'ın aşıklıklarını yaptı. Bu değil, biz göçeriz. Bizim göçer cevaplar, biz göçer hayat tarzı başkaça göz karışımlarında, boşan için kırmızı adından Türkiye'nin Arvanda işçilerinde Maddiyatlarla çağrıcılık alacakta adım iş yaparlar, olacakta iş yaparlar. Anlamda tarihi kitaplar yazıp Ayağımda da Osmanlı'nın yerin ortasında bayraşlarda kurtuldu. Şunday Zalkar, elimizin Zalkar kızı, Zalkar kızlarını çıkarması gibi kalan bağrımızdan da şunday kalanlarımız